бай болған әлде қайда жақсы. Сіз кедей адамды тамақтандыра аласыз, жолаушыны қонақ ете аласыз, қарт адамдарға көмек бере аласыз. Мүмкіндігі жоқ, бірақ жақсы оқитын студент үшін оқудың ақшасын төлеп бере аласыз. Ауру балаларға көмектесе аласыз. Әлемде 3 миллиард адам күніне $1 өмір сүреді. 2 миллиард адам оқып жаза алмайды. 1 миллиард адамның қарны аш. Олармен салыстырғанда біздің тұрмысымыз әлде қайда жақсы. Бірақ есімізге алайық, қиналған шақта бізге қолдау көрсеткен адамдар болды. Сондықтан біз айналамыздағы адамдарды қолдап, көмектесуге міндеттіміз. Әлемде мұқтаж адамдар өте көп. Тіпті біздің жақындарымыздың арасынан да табылады. Сіз менің көмегім не болады? Олар тым көп деп ойлауыңыз мүмкін. Оған мен былай деп нақыл айту арқылы жауап беремін. Бір күні демалушы жағажайда демалып жүреді. Теңіз, ылғалды құм, жел, батып бара жатқан күн. Қандай сұлулық. Кенеттен алыстан бір адамды көреді. Ол еңкейіп, қолына бір зат алып суға лақтырды. Содан соң қайта еңкейді. Ер адам жақындап барғанда, оның жағаға шайылып шығып қалған теңіз жұлдыздарын қайта теңізге лақтырып жатқанын көреді. Ол таңданып сұрайды: "Қайырлы кеш, немен айналысып отырсыз?" "Мен теңіз жұлдыздарын тіршілік ету ортасына қайтарып жатырмын. Қазір судың көтерілуі тым баяу, сондықтан жұлдыздардың барлығы жағаға қалып қойып жатыр. Егер оларды қайта теңізге лақтырмаса, олар өледі." "Мен түсініп тұрмын. Алайда жағажайда ондай жұлдыздар мыңдағаны бар ғой. Олардың барлығын қайтару мүмкін емес. Олар тым көп. Жағадағы жүздеген жағажайда да осы жағдай емес пе? Сіз ештеңе өзгерте алмайтыныңызды түсінбейсіз бе?" Әлгі адам күліп, тағы да еңкейіп, тағы бір теңіз жұлдызын қолына алып, "Мынау үшін бірдеңе өзгереді" деп жауап берген екен.